сабағымыздың тақырыбы шалбардың сыдырма түймелігін өңдеу. Бүгінгі жұмысты бастамас бұрын ең алдымен біз жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырып алуымыз қажет. Ол үшін әмбебап тігін машинасы, торлау тігін машинасы, жіптер, бор, ағылшын инелері, сызғыш, әртүрлі өлшемді пішуге арналған қайшы, жіп кескіш, үтік және үтіктеу үстелі қажет. Ал жаңа тақырыпқа сәйкес біз бірінші курста белгілі бір түйінді, яғни бөлшекті өңдейтін болғандықтан аз ғана мата мөлшері қиындысы, дәл солай қиынды дублерин қажет, немесе қатырма материал, және бүгінгі тақырыпқа сай сыдырма түймелік, шалбарға арналған сыдырма түймелік қажет болады. Осы жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырып болған соң жұмыс жасауға көшуімізге болады. Жұмысымыздың бірінші кезеңі бізге қажетті бөлшектерді пішіп алуымыз қажет. Алдарыңызға ұсынып отқан шалбардың алдыңғы бөлігінің шаблонын өлшемін классрумға жүктеген болатынмын. Осы шаблонды пайдаланып біз шалбардың алдыңғы бөлігін пішіп аламыз. Ол үшін біз ең алдымен матаның оң теріс бетін және жіп бағытын анықтап алуымыз қажет. Мына жерге көріп отырғандарыңыздай, жіп бағыты ұзындығы бойымен өтіп отыр, созу арқылы табатын боламыз. Және теріс бетін матадағы өрнектердің орналасуы бойынша, яғни теріс бетін осылай X деп белгілеп қойдым. Келесі орындалатын жұмыс бізде матаның оң беті мен оң бетін беттестіріп, екі бөлшекті қосарлап пішу үшін оң беті мен оң бетін беттестіріп, шаблонды орналастыратын боламын. Міне шаблонды орналастырдым және ағылшын инелерінің көмегімен жылжып кетпеу мақсатында қыстырып қоямыз. Пішу барысында үстеліміз тегіс болу қажет. Орналастырып болған соң, жаңағы бордың көмегімен және сызғыштың көмегімен осы шаблонның жиектерінен белгі жүргіземіз. Түзу сызық орналасқан жерлерді сызғышпен көмектесіп жіберсек болады. Ал дөңес, мынандай формалы жерлерді біз өзіміздің қолымызбен сызамыз. Пішу барысында сақталатын ереженің барлығын сақтаймыз. Яғни тігін бор сызығы 1 мм-ден аспау қажет, жіңішке болу қажет. Матамыз қимылдамау керек. Қиған кезде көтермейміз столдың үстінен. Және де бүкіл белгіні, лекалдағы белгіні, шаблондағы белгіні біз матаның үстіне түсіріп өтуіміз қажет. Міне айналдыра сызып шықтым. Шаблонымызды алып қоямыз да. Тағы да бір қыстырып, екі қабат қос қабаттап кескен қиятын болғандықтан жылжып кетпеу мақсатында. Келесі пішу қайшысының көмегімен бөлшегімізді қиямыз. Қиған кезде осындай дауыс шығу керек қайшымыздан. Яғни қайшы столдың үстінде орналасу қажет, ауада қимаймыз. Егер қисық кесілген, қисық қиылған бөлшек болатын болса, басынан қисық болса, ол жұмыстың соңында сол пішу барысында сақталмаған талаптардың барлығы көзге көрініп тұрады. Жаңа ең алдымен матаны пішпей тұрған кезде ең алдымен жаңаға жақсылап дымқылды жылмен өңдеп алуымыз қажет екен, яғни үтіктеп қыртыстарын бәрін жазып алуымыз қажет. Мына бүкпемізді белгілеп, екінші бетке көшіруді көрсетейін осы жерде. Осылайда көшіруге болады, немесе жаңағы шаблонды ұру арқылы, яғни мына жердегі кертпелерін белгіледім. Ұшының инесін шығарып, тағы да белгіледік.
Енді осыны оң бетіне айналдырып, жаңағы бүкпені көшіру үшін біз осы әдісті қолдануға болады екен. Бүкпе бізде киімде, кез келген бұйымда тұлғаға қынап тұру үшін, яғни облигать етіп дейді, облигание дейді ғой. Сол үшін осы бүкпелер орындалады екен. Адамның тұлғасы біркелкі емес, яғни шығыңқы жерлері бар, кіріңкі жерлері бар. Міне, екі бөлшек қиылды. Теріс беттерін біз белгілеп қоямыз. Екістеп, міне, екі бірдей бөлшек. Бұл шалбардың алдыңғы бөліктері. Енді бізге сыдырма түйменің орнына қажет болады қатырма материал. Қаттылық беріп тұру үшін орта есеппен алсақ, ені 3, ұзындығы 12. Яғни осы жерге тура келетіндей. Біз тек бір жақ бөлігіне ғана қатырма материалды жабыстырамыз. Келесі орындалатын жұмыс, шалбардың бөліктерін бүкпесі өңделді. Енді осыны дымқылды жолымен өңдейміз. Жаңағы пішу барысында сызылған сызықтар осы үтіктеу барысында будың әсерінен кетеді. Бүкпелердің өңделу технологиясын алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Яғни екі бүйір қиығына қарай жатқыза үтіктейміз. Үтіктеу барысында біз қауіпсіздік ережесін сақтауымыз қажет. Буға қолымызды күйдіріп алмаймыз. Қазіргі заманауи үтіктер матаны күйден сақтайтын жабындымен жабылған. Яғни дымқыл шүберексіз үтіктеуімізге болады. Міне, үтіктедік бүкпемізді. Келесі шалбарымыздың оң жақ бөлігінің сыдырма түймелігінің орнына қиылған қатырмамызды үтікпен жабыстырамыз. Будың көмегімен орнына дәлдеп қоямыз. Қатырма материалдардың екі түрі болатынын білеміз. Тоқыма материал негізінде жасалған. Будың көмегімен клей еріп жабысқанша үтікті ұстап тұрамыз. Қатырма материалымыз жабысты. Енді осы бөліктерді, шалбардың бөліктерін, қиықтарын торлау машинасымен қиықтарын торлаймыз. Адым қиығын қосып біріктіріп тігіп алдық. Келесі орындалатын жұмыс сыдырма түймелікті қондырып тіккенге дайындауымыз қажет. Міне біздің адым қиығымыз 1 сантиметрде, бұл жер әлі айырып үтіктеледі. Келесі біз қатырма мата жабыстырылған бөлікті дәлме-дәл тігістің бойымен бүктеп көктеп аламыз. Қараңыздар, дәлме-дәл тігістің бойымен, яғни былай қараған кезде ені бірдей болуы қажет. Осы жерді ағылшын инесімен қыстырып алуға болады. Көктемес бұрын. Ал келесі бөлігін, қатырма жабыстырылмаған бөлігін торланған қиық бойымен бүктеп көктеп аламыз. Бұл не мақсатта қажет екендігін қазір жұмыс барысында жалғасында байқайсыздар. Айтатын боламын. Ең алдымен көктеп алайық. Инені, ағылшын инелерін өзімізге ыңғайлы етіп қыстырамыз, себебі
жұмыс жасау барысында бізге кері әсері тимеу керек. Көктеу жұмыстарын орындаймыз. Көктеу жұмысын басқа түсті жіппен орындау дұрыс. Орындап болған соң барып алып тастаймыз. Бізге ешқандай кедергі жасамайды. Міне, жаңағы қатырмаланған бөлікті қайырып көктеп алдық. Келесі, міне, қатырма материалы жоқ бөлікті қиықтың бойымен бүктедік. Әрбір орындалған жұмыс талапқа сай орындалу қажет, ұқыпты орындалу қажет. Сол кезде ғана біз жұмыстың мақсатына жетеміз. Енді осы көктелген бөліктерді, қиықтарды дәл осы қалпында сақтап бекітіп алу үшін біз дымқылды өңдеу жұмыстарын жүргіземіз. Үтіктейміз яғни. Дәл осы жерде айтып өтейін, жаңағы қиықтың бойымен бір бөлікті, сол жақ бөлікті қиықтың бөліммен, қатырма жабыстырылған бөлікті тігістің бойымен бүктедік. Бұл не үшін қажет? Бұл себебі бізге сыдырма тіккен кезде бірін үстін жауып қалу мақсатында, яғни сыдырма осы қатырмаланған бөліктің астында қалуы қажет. Сыдырмамызды өңдеудің негізгі кезеңіне де келіп жеттік. Жаңағы көктелген бөліктерді дымқылды жғылмен өңдеп алдым. Айырып үтіктеп, міне көктелген шалбардың алдыңғы бөлігі. Енді былай ашып қарайтын болсақ, міне жерде сол жақ бөлікте ішке қарай кірген сыдырманың орнына осы сыдырманы орналастырып көктейміз. Міне екеуін қабаттаймыз да, сыдырма түймелікті ашып, мына шығыңқы тұрған бөлікке сыдырма түймелікті тістеріне жақын орналастыра отырып көктейміз. Мына жерде ескеретін жайт 0,7 сантиметр мына жерде шығып тұру керек. Мына темірдің белгісі тұр ғой, сол жерден міндетті түрде 0,7 сантиметр шығыңқы орналасу керек. Яғни бұл жерге белдік қондырылады деген сөз. Сол белдік қондырылатын тігістен төмен қарай сыдырманың шектеуші темірі орналасуы қажет. Сыдырма түймеліктің тістерін бүктелген матаның жолағына неғұрлым жақын етіп орналастыруымызға болады. Көктеу жұмыстарын орындаудан шаршамау қажет. Көктеп орындалған бұйым, өңделген бұйым өте ұқыпты, әдемі болып шығады. Міне көктеп алдық. Енді қараңыздар, жауып көрдік. Міне сыдырмамыздың бұлай орналасады. Яғни сыдырманың екінші бөлігін үстіңгі қатырмалаған бөлікке біріктіреміз. Енді осы бір бөлігін көктеп болған соң біз тігін машинасында жүргізіп тігіп алуымыз қажет. Ол үшін бізге мынау сыдырманың тістері кедергі жасамас үшін бір жақтамалы басу табанын ауыстырамыз. Тұрмыстық тігін машиналарында ол өте оңай ауыстырылады. Яғни мынау рычагты басқан кезде басу табаны бізде осылай түседі. Мына бір жақтамалы басу табанын жерге бекітеміз. Міне. Енді көктелген сыдырманы тігіп шығамыз. Яғни бір жақтамалы басу табанымыздың бір жағы матада орналасу керек, матаны басып тұру керек. Екінші жағында сыдырма түймеліктің тістері жүріп өтеді. Мына жерден сыдырманы аша тұрайық кішкене. Шеткі бүктемеден
2,5 сантиметр дейік, міне бұлай 2,5 сантиметр бұлай болады. 2 мен түзу сызық етіп қосамын. Және де мына жерде адым қиығы біткен белгі бойынша осы сызықты түзу қылып қосамыз. Және мына жерде дөңес етіп бұрышты рәсімдейміз. Міне. Және шалбарларда көріп жүргендеріңіздей, мына жерде 4 бүштеміз осылай дөңес етіп орналасады. Енді осыны тігін машинасында сәндік тігісті бекітіп орындап шығамыз. Сыдырма түймеліктің мына теміршесін ары-бері жылжытып өзімізге ыңғайластырып отыруымызға болады. Басу табанын ауыстырмадым. Бұл тігісті орындауға да болады. Тігістің бас аяғында бекітпе беруді ұмытпаймыз. Тігістің сетінеп кетуінен сақтайды. Міне біздің сыдырма түймелігіміз дайын болып қалды. Көктеу тігістерін сөгіп, дымқылды жылумен өңдейміз. Міне шалбардың сыдырма түймелігі өңделді. Жаңа айтып өткендей, мына жердегі бекітуші темірді бекітіп, біз сыдырманың артық жолағын қиып алып тастадық. Оң бетінен қараған кезде мынандай көрініс. Сәндік тігісіміз әдемі, құпты орындалу қажет. Міне сыдырма түймелікті оң бетінен қарағанда көрінбей тұруы қажет. Міне ашқан кезде кішкене ішке қарай еніңкіреп отырып өңделді. Екі үлгісін ұсынып отырмын. Міне тағы да бір. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы: шалбардың сыдырма түймелігін өңдеу. Ұсынылып отырған нұсқау картасына сүйене отырып, бағалау критерияларымен таныса отырып, осы жұмысты үй барысында орындаймыз. Іске сәт, сау болыңыздар.